Мамандықты қалай таңдауға болады? ұбт-ға қалай дайындаламын? Бұл Бимле платформасының YouTube каналы. Дәл қазір мамандық жайында айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Мамандық таңдау өмірдегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл шешім біздің мансабымызға, қаржылық әл-ауқатымызға және өмір сүруімізге әсер етеді. Алайда мамандық таңдау процесі күрделі және кейде тіпті қиын болуы да мүмкін. Бұл процесте сізге көмектесетін кейбір кеңестер мен амалдарды ұсынамыз. Өзі тану. Бірінші және ең маңызды қадам. Өзіңізді түсіну. Сіздің қызығушылығыңыз бен күшті жақтарыңыз туралы ойланыңыз. Сіз шынымен немен айналысасыз? Сізге қандай іс-шаралар ұнайды? Сол жайында зерттеңіз. Мамандықтарды зерттеу. Әртүрлі мамандықтар бойынша зерттеулер жүргізіңіз. Әртүрлі мансаптарға қандай міндеттер мен талаптар сәйкес келетінін біліңіз. Бұл сіздің қызығушылықтарыңызға қандай мамандық сәйкес келетінін жақсы түсінуге көмектеседі. Білім беру және оқыту. Таңдалған мамандық үшін қажет білім деңгейін шешіңіз. Кейде сізге қосымша білім немесе біліктілік қажет болуы мүмкін. Мәселен, дәл қазір ұбт-ға негізгі пәніңізді анықтап алыңыз. Кеңес. Таңдалған саладағы мамандармен сөйлесіңіз. Олардың тәжірибесі мен кеңестері керек болуы мүмкін. Сондай-ақ сіздің дағдыларыңыз бен қызығушылықтарыңызды тереңірек талдау үшін маман кеңесіне жүгініңіз. Шешім қабылдау. Мұқият талдау мен өзін-өзі танудан кейін шешім қабылдаңыз. Есіңізде болсын. Мамандық таңдау әрдайым түпкілікті бола бермейді, және сіз болашақта мансабыңызды өзгерте аласыз. Тұрақты даму. Мамандық таңдауына қарамастан үнемі білім алу және даму маңызды. Өз дағдыларыңызды дамытыңыз. Таңдаған салада өзгерістерді қадағалаңыз және жаңа қиындықтарға бейімделіңіз. Мамандық таңдау бұл сіздің мақсатыңыз бен құндылықтарыңызды көрсететін жеке шешім. Осы кеңестерге сүйене отырып және өзіңізді бағалай отырып сізге қуаныш сыйлайтын мамандық таңдаңыз. Алдағы уақытта біз мамандықтарға шолу жасаймыз. Келесі видеода қандай мамандықтарға шолу жасағаныңызды қалайсыз? Пікірге жаза кетіңіздер. Бізге лайк басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бимле платформасының YouTube каналы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.